Так, менің қызым дейтін сіздерге бір лайфхакпен бөлісейін деп жатыр. Мына жерде дейтін жуаны, яғни пиязды, бір жақтарда пияз деп айтады, бізде жуа деп айтады. Осыны екіге бөліп, жартысын аузына су толтырып тураған болатын. Ешқандай да көзі жасаураған жоқ, яғни жуаны ашып жылаған жоқ. Енді екінші лайфхак, мына жерде міне бір сіріңкені аузына салып, спичканың бір талын аузына салып, солай турап көрсетейін деп тұр. Бұл жерде де яғни лайфхак өтті. Міне жуан турап жатыр. Басқа былай күндері мысалы сол лайфхактарды жасамай жуаны турайтын болса, мәселе міндетті түрде көзіне жас ағып, осы жас парлап осылай жылаймыз, иә, барлығымыз. Енді мына жерде бұл лайфхакта кәдімгідей лайфхак өзінің несін шындығын көрсетті. Аузына сіріңкенің талын салып осылай неткен болатын, тураған болатын. Сол лайфхакты сіздермен бөлісуді жөн көрді қыздар. Лайк басып кетіңдер. Алдағы уақытта да осындай лайфхактармен бөлісіп тұрамыз. Рахмет баршаңызға.